Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өмірінің ең соңғы күнінде бүкіл құлдарын азат етті. Соның ішінде Шақран деген құлы бар. Және бүкіл күңдерін азат етті. Және бүкіл қалған мал дүниелерін садақа етті. Дирхам, мал дегенде бір 7 дирхам ба қалған екен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінен кейін мирас қалдырмайды. Пайғамбардан мирас қалмайды. Пайғамбардың мирасы не? Білім. Алла пайғамбардан тірі күнде айтты, пайғамбарлар өзінен кейін мирасқа еш нәрсе қалдырмайды, тек білімді қалдырады. Кім білім алатын болса, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мирасынан алған мирасқор болып есептеледі дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кебіндеу, арулау, жуындыру ісімен оның туысқандарын қалдырды. Оның ішінде Аббас бар, Усама ибн Зайд бар, кешегі жорыққа жіберген, және Аббастың 2 баласы бар, Фадл мен Қусам деген, және Шақран деген кешегі пайғамбар саллаллаху алейхи дүниеден өтейін деп жатқан кезде азат еткен құлы бар, және Али радиаллаху анху бар. Бір қызығы, кеше пайғамбар саллаллаху алейхи дүниеден өтейін деп жатқан кезде жаңа ана Шақран деген құлды азат етіп жатқан кезде құлағына бірдеңені сыбырлаған екен ше. Сондықтан ғалымдарымыз айтады ғой, жұмбақ сырдың иесі дейді. Бір нәрсені пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан екен жаңа Шақран деген құлына, азат еткен құлына. Бірақ оны ешкім білмейді дейді не екен. Бар кейбір ғалымдар айтады, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи үйіндегі төсенетін көрпешесі бар екен, соны қабірге сал деп айтқан болуы мүмкін дейді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи қабірін қазатын кезде сол көрпешені әкеліп Шақран жайған кезде ешкім жайма деп айтпаған екен. Бұлай негізі жайылмайды, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи хос арналған нәрселер бар, соны жайған екен әкеліп. Міне осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды йемендік бір керемет жаңағы ақ матамен 3 мата қылып орауға дайындады. Жеке-жеке 3 матаға дайындап жатыр. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жуындыруына Қусам менен Фадл кірді. Оны бұлай аударып тұруға Усама ибн Зайдпен және жаңағы Шақран кірді. Сөйтіп Али радиаллаху анху тек қана көзі ашық кісі жуындырып жатқан кезде Али радиаллаху анху болған екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды киіммен жуындырған екен, киімімен. Қалай киіммен дүниеден өтті, сол көйлегімен киімімен жуындырған екен. Барлығы көздерін естіген, жауып алған. Суды құятын кісілердің барлығы көзін жауып. Әулетін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көруге ешкім жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тек тірі күнінде Али жуады деп айтып кеткен екен.